Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuh. Biz An-Nuqoya atты Hanafi fiqh kitabından kelesi dersimizni başlayımız. Bugünkü okuyduğum dersimiz quduqning hükümleri taqribi bolmak. Quduqqa najis tushib ketsa nemese quduqqa hayvon o'lsa, onдағы судың hükümü ne bolmak деген surak төңірегінде qisqacha hüküm bayan etilетін bolamız. Allah жазса. Ahkamul abar. Abar деген bi'run sözünün köpçe türü quduqtar деген ma'noni bildiradi. Bi'run fiha najasun. Quduqqa najis tushsa, qanday najisler? Ауыр najisке жататын najisler tushsa, мысалы қан, адамның және еті желінбейтін хайуанның үлкен дәреті, кіші дәреті түссе, немесе иттің сілекейі ақса, тауықтың, қазының, үйректің тезегі түссе, bi'run fiha najasun dedik. Quduqqa najis tushsa, aw mata hayvanun wa intafaqa, hayvan o'lib wa intafaqa sinsa, aw tafassakha, yoki yeti men terisi ajray bastasa, meyli kichkentay hayvon bo'lsin, tishqan sekildi. Aw mata mislu adamiyyin aw shatin, nemese adamning yoki qo'yning ko'lamidagi tiri zot o'lsa, mislu siyahtı deyin, yani kolemindey tirizat ölse, yunzahu kullu ma'in fiha, quduqdağı barlıq su çıkarıladı. Fiha dağı ha zamiri quduqqa getip жатыр. In amkana, mümkün bolsa, quduqdağı sudun bärini çıkarуу mümkün bolsa, onda жоғарыдағы sayıp ötken жағдайларда quduqdağı suların bärligi tügeldey çıkarıladı. Wa illa, eğer mümkün bolmasa, terin quduqdağı sudun bärini çıkarуу mümkün bolmasa, nemесе bulağından algan suda algan sayın bulağından su çıkıp quduqты толтырып atkan bolsa, fa qadru ma'in fiha, onda sol quduqtың içindeki sudun kölemindey gana çıkarıladı. Bi qawli zi basaratin, biletin tecrübesi bar kişilerдің sözüne süyenip. Rivayetlere qaraganda sahabaların кезеңінде bir qara nəsildə kişi Zemzem quduğuna түсіп өледі. Sonda sahaba Abdullah ibn Zubeyr radıyallahu anhu onдағы судың бәрін шығаруға бұйырған екен. Бірақ суды шығару барысында quduqдағы судың таусылмайтынын байқайды. Sonda ibn Zubeyr мөлшерлеңдер деп қайта айтқан екен. İmam Muhammed rahmetullahi aleyhinin de osындай quduqdağı судың бәрін шығару мүмкін болмай жатқан кезде ең аз 200 шелек шығарылу керек деп шамалағандығы кітаптарда бар. Демек, İmam Muhammed'in rahmetullahi aleyhinin осы пәтуасына сүйеніп, quduqdağı суларын бәрін шығару мүмкін болмай жатса, ең кемі 200 шелек шығарылады деп шамаласа болады екен. Ары қарай оқимыз. Wa fi nahwi dajajatin, tauqtың көлеміндей хайван өлсе, мысалы кептер, мысық, тағы басқа осындай көлемдегі тауықтың көлеміндей хайван өлсе және ісінбесе, 40 ila 60, 40 шелектен 60 шелекке дейін шығарылады. İmam Şabi және де İmam İbrahim An-Nakhai'дің осыған ұқсас пәтуасы бар екен. Мысық, құс quduqqa түсіп өлсе, ол quduqтан 40 шелек су шығарылады деп айтқан екен осы табиғин ғұламалар. Ары қарай оқимыз. Wa fi nahwi asfurin, шымшықтың көлеміндей өлсе, шымшықтың көлеміндей хайван өлсе, мысалы тышқан өлсе, бірақ ісінбесе, нисфу залика, оның жартысы, яғни 40-тың жартысы шығарылады. Дәлірек айтқанда 20 шелек шығарылады. Дәлуан wasatan, орташа көлемдегі шелек негізге алынады. Яғни сол құдықта көбіне қолданатын шелектің көлеміндей, соны орташа шелек деп алған ғұламалар. Wa ghayril wasati, орташа емес шелектер қолданатын болса, құдықты шығарылатын кезде, uhtusiba bihi, сол орташа шелекпен есептеледі. Uhtusiba bihi дағы hi замирі орташа шелекке етіп жатыр, дәлуан wasатанға. Мысалы, орташа шелекпен алынған 20 шелек су, үлкен бір шелекпен бір мезгілде алынатындай болса, онда сол шелекпен бір шелек алынса, құдық тазарған болып есептелінеді. Немесе керісінше, егерде орташа шелектен қолданатын шелек 2 есе кішкентай болса,
көлем жағынан онда орташа шелектің алған 20 шелегін 40 шелек етіп алады. Ары қарай оқимыз. وَتَنْجُسُ مِنْ وَقْتِ الْوُقُوعِ إِنْ عُلِمَ. Құдықтың ластануы өлген хайуанның түскен уақытынан бастап есептеледі. Егер уақыты белгілі болса, құдыққа түсіп өлген уақыты белгілі болса, сол сәттен бастап құдық ластанды деп, құдықтағы су ластанды деп есептелінеді екен. وَإِلَّا, ал егер қашан түсіп өлгені белгісіз болса, فَمُنْزُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ, онда бір күн, бір түн деп есептеледі. Құдықтағы судың ластанғанына бір тәулік болды деп есептелінеді. Егер уақыты белгісіз болса. Бұл ісінбеген жағдайда, ал ісінген жағдайда не болады? وَإِنْ تَفَخَ, ал өлген хайуан ісініп кеткен болса, فَمُنْزُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا, онда 3 тәулік болды деп есептеледі. Құдықтың ластанғанына 3 тәулік болды деп шамаланады. Осы 3 тәулік ішінде құдықтан дәрет алынған болса, 3 тәулік бойындағы намаздардың қазасын өтейді, қайта оқиды. Осы 3 тәулік ішінде құдықтағы сумен жуылған ыдыс аяқтар, киім-кешектер қайта жуылады. Бұл имам Ағзам Абу Ханифа рахматуллаху алейхтің пікірі, пәтуасы бойынша. Ал енді оның қос шәкірті Абу Юсуф пен имам Мұхаммед рахматуллаху алейхима не деген екен? Ары қарай оқимыз. وَقَالَ, осы қос шәкірті былай деген екен: «Музу уджида», сол өлексе табылған уақыттан бастап құдықтағы су лас деген үкімді алады деген осы Абу Юсуф пен имам Мұхаммед. Бұл егерде түскен уақыты белгісіз болса, жуылған заттарды, оған дейінгі оқылған намаздарды қаза етпейді, жуылған заттарды қайта жумайды. Өйткені қашан өлгені белгісіз. Ал енді қағида бойынша «Ал-яқину ла езулу бишак», күмән анық нәрсені жоя алмайды. Басқаша айтқанда, анық нәрсе тұрғанда күмәнға сүйенбейді деген қағида бар деп, осы қос ғұлама егерде құдыққа түскен хайуанның қашан түскендігі, қашан түсіп өлгендігі белгісіз болса, онда сол көрген заматтан бастап құдықтағы су ластанды деген. Ал Абу Ханифа рахматуллаху алейхи егерде құдыққа түсіп өлгендігі белгісіз болған жағдайда өлген хайуанның жағдайына қараймыз. Егерде хайуан ісінбеген болса, онда бір тәулік болды өлгеніне деп, құдықтың ластанғанына бір тәулік болды деп үкім шығарылады. Ал енді өлген хайуан ісінген болса құдықтағы, онда құдыққа түсіп өлгеніне 3 тәулік болды деп есептелінеді. Осы 3 тәулік ішінде құдықтағы сумен дәрет алынып оқылған намаздар қайта оқылады. Осы құдықтағы сумен жуылған киімдер, ыдыс аяқтар қайта жуылады деп имам Азам рахматуллаху алейхи пәтуа берген екен. Бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.